Жүз дегеніміз орысша лик, адамның бет жүзі. Ұлы, орта, кіші емес, старший, средний, младший емес. Ұлы деген сөз орысша великий болады. Дұрысы ұлы жүз, великий лик. Орта жүз емес, орда жүз, ордалы ел, яғни орысшасы цитадатель. Кіші жүз емес, күшті жүз, сильный лик. Сонда бір тұтас сөз шығады. Ұлы, орда күші, бір тұтас ел. Мынау мән берген адамға өте маңызды ақпарат. Кезінде осыны әдейі бұзып бұрмалаған, разделяй и властвуй деген қағиданы сүйеніп қазақ 300-ге бөлінеді деп жазған кезіндегі отарлау саясаткерлері. Сонымен солай кетті емес пе? Сондықтан біз ұлы жүз, орда жүз, күшті жүз болып 300-ден құралған ұлы орда күші екенімізді жастарға көп насихаттасақ, олар болашақта бөлінбей бір тұтас ел болуға ұмтылады деп сенемін. Кезінде осыны қолға алып, қазақта нақты жазатын адам болмады емес пе? Сондықтан Тянь-Шаньский Семен сияқтылардың жазып бергендеріне еріп, қалың қазақ қараңғылықтың салдарынан адасып кетті емес пе? Аңқау елге Рамза молда демекші. Ұлы орда күші дегенді кеңінен таратуымыз керек. Оянатын кез жетті. Тура осы қағида күллі қазақтың басын қосуға ықпал етеді. Ешкімнен үлкен де кіші де емес. Барлық қазақ тең, бір атаның баласы. Біз бір тұтаспыз, бөлінгенде бөрі жейді.